Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл ресторандағыдай әрі арзанға түсетін мохито сусынын дайындап көрсететін боламын. Алдын ала қажетті заттарымызды осылай кесіп дайындап аламыз да ыдысымызға салып шығатын боламыз. Лаймды осылай көбейтіп, азайтып, қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Немесе лаймды сығып салсаңыздар да ерекше дәм береді. Кивиді де қалауларыңыз бойынша салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Мен киви қостым, және де мятаны осылай салып шығамыз. Бізге енді осындай сироп, яғни барбадос сиропы қажет болады. Барбадос сироптың түрлері өте көп, қалауларыңыз бойынша түрін таңдап қоса бересіздер. Мендегі сироп шие түрі. Кішкене құйып 3-4 ас қасық немесе одан да көп салсаңыз болады. Қанша көп салған сайын мохитоларыңыз өте дәмді болып шығады. Енді оның үстіне бізге спрайт қажет болады. Негізі спрайт пен мохито өте дәмді болып шығады. Сарығашпен жасасаңыздар кішкене дәмсіздеу, сол үшін спрайтпен жасауға кеңес берер едім. Спрайтты осылай құйып шығамыз. Құйып болған соң жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Міне осымен мохитомыз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Мейрамханада дәл осы түрі өте қымбат тұрады. Сол себепті үй жағдайында осылай жасап көріңіздер, арзанға түседі. Және де бір сиропты алып қойсаңыздар, бірнеше мохито жасауға жетеді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге Гүлбану. Менің каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.